Егер сен ана болсаң, кел, тыңда. Сен қазір шаршағансың, ұйқың бөлшектеніп, ойың шашылып, көзің мөлдіреп жүр. Бірақ білесің бе, сен қазір беймаза көрінгенмен, көктегі періштелер сені құрметпен атайды. Сен сол шаршаған қалпыңмен көктегі періштелердің құрметіне ие болдың. Сен тозып жатқандай сезінерсің, бірақ сен жәннаттың есігін ашып жатқан жансың. Сен жылап жатқанда періштелер көкке қарайды да, «Уа Раббымыз, бұл ана сенің разылығың үшін бәріне шыдап келеді», дейді. Сенің әр қиналған тынысың, балаңа берген әр сүт тамшың, әр кешірім мен төзімің сауап болып жазылып жатыр. Періштелер сенің жылаған сәбиің үшін емес, сенің сабырың үшін тебіренеді. Сені жөргек ауыстырғанда, бұл жай ғана әрекет емес, жәннатқа жазылған ізгі қадам. Сен ұйқысыз түн өткізгенде, періштелер сенің төбеңде саған салауат айтып тұрады. Сен дым демей үнсіз төзген сайын, Алла саған періштелерін куә етіп, «Қараңдар, менің сүйікті құлым қандай мықты», дейді. Жәннат ананың табанының астында деген хадис жай ғана сөз емес. Ол сенің әрбір ауыр сәтіңнің биік дәрежеге айналуы. Сен сабырыңмен сүйікті болдың. Сен төзіміңмен таңдаулы болдың. Сен аналық жолыңмен ардақты болдың. Сен өте бақыттысың. Көңіл күйіңді түсірме. Алла өміріңе береке берсін. Күліп жүр.